Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, әрі тез дайындалатын ерекше печеньелер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен қантты саламыз және де миксердің көмегімен жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Осындай аппақ көбік болуы қажет. Енді оның үстіне ерітілген сары майды құямыз және де қаймағымызды саламыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Одан кейін алдын ала електен өткізіліп дайындалған ұнымызға 1 шай қасық разрыхительді салып, жаңағы қоспамызға ұнды қосамыз және де қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамыр жұмсақ болады және де кішкене осындай қолға жабысқақтау қамыр болады. Енді осы қамырды салфанға салып, тоңазытқышқа 20-30 минут көлеміне қойып қоямыз. Қамырға ұнды көп қосуға болмайды, жабысқақтау болу қажет. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, одан кейін осындай видеода көрсетілгендей дөңгелек етіп жасаймыз. Әрбір печеньенің көлемі 30 грамм шамасында болу қажет. Мінекей осылай барлығын өлшеп, дөңгелек етіп жасап шығамыз. Осы уақыт аралығында пешімізді 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Мінекей печеньелерді жасап алдық. Енді қызып тұрған пешке 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей печеньелер пісті, дайын болды. Беті аздап қызарғанға дейін ғана ұстаймыз. Енді печеньенің ортасын осылай қасықтың көмегімен ортасын алып тастайтын боламыз. Міндетті түрде суытып алу қажет, содан кейін осылай ортасын алсаңыз болады. Печеньені духовкада көп ұстауға болмайды, тек 10 минут көлемінде пісіру қажет. Енді жаңағы ортасынан алып тастаған печеньеге вареный сгущенканы салып, жақсылап тұрып, езіп араластырамыз. Енді осылай ортасына жаңағы печеньенің вареный сгущенка араластырған салмамызды салып шығамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді мен осындай қызыл красительге суды аздап араластырып, соған батырып шықтым. Сол кезде печеньеге әдемі түс беріп, печенье әдемі болып тұрады. Бұлай жасамасаңыз да болады, тек қана печеньенің өзін ұсынсаңыз да болады. Мен әдемілік үшін осылай қызыл красительге су араластырып батырып шықтым. Мінекей дайын болды. Осындай ортасы әдемі болып, әрі жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.